Дана, саған не болды? Ауыр қалдың ба? Я, өзімді жай сезініп тұрмын. Жүр, жата ғой, саған емделу керек. Дана, менің саған сыйлығым бар. Қандай сыйлық, айтшы? Міне менің сыйлығым. Біз неге ауырамыз? Иммунитет деген терезелі энциклопедия. Бұл кітапты мен сенде болғанда әкем сыйлаған. Енді мен саған сыйлап тұрмын. Бұл кітапта денсаулыққа қатыстының бәрі бар. Көп рахмет, ағатай. Адамды ауруға шалдықтыратын түрлі вирустар көп. Адам бойында сол вирустарға қарсы тұратын аурудан сақтайтын қасиет бар. Соны иммунитет деп атайды. Адамның иммунитеті неғұрлым күшті болса, оның денсаулығы соғұрлым жақсы болады. Иммунитетті күшейту үшін ең әуелі дұрыс тамақтану қажет. Яғни, денсаулыққа пайдалы, дәрумендерге бай тағамдарды таңдап жеу керек. Сонымен қатар, денені шынықтыратын жаттығулар иммунитеттің қорғаныс қабілетін күшейтеді. Ауруларға қарсы алдын ала егілу де денсаулықты сақтауға септігін тигізеді. Сондай-ақ, тазалық сақтау өте маңызды екенін естен шығаруға болмайды. Қолды жиі-жиі жуып, лас жерден аулақ болып, айналаны таза ұстау керек. Көрдің бе, бұл кітапты оқығанда денсаулықтың барлық құпиясы бар сиқырлы әлемге түскендей боласың. Ендеше алған білімімізді қайталайық. Қызу өлшегіш ойыншық емес, дене қыздың ересектердің өлшеп беру өтін. Егер ол 39 градустан және одан жоғары болса, жедел жәрдем шақыру керек. Сауығудың ең жылдам әдісі үйдегі дәрі, көбде шаныстағы дәрі дәрмектерді қолдану, аурулардың алдын алу және иммунитетті нығайту үшін дәрумендерді қабылдайды. Аланаға көп рахмет, мен енді денсаулығыма мұқият қарайтын боламын. Қолымды әрқашан сабынмен жуып, дене шықтыру жаттығуларын жасайтын боламын. Жарайсың, Дана. Достар, Алан мен Дана хикаяларының бірінші бөлімі ұнады ма? Ұнаса, лайк басып каналға жазыл. Достар, ал сендер иммунитеттеріңді көтеру үшін не істейсіңдер? Осы сұраққа ең жақсы жауап берген комментарийсіне біз неге ауырамыз иммунитет кітабын сыйға береміз. Біз сіздердің жауаптарыңызды осы видеосында күтеміз. Сау болыңдар, достар!